Сәлем достар, сендермен Мералин. Бүгінгі видеода мен Блич анимесінің жалғасын екінші бөлімін қысқаша баяндайтын боламын. Олай болса, кеттік. Бірінші бөлім Урюдің Майориді жойқын күшімен жеңгенімен аяқталады. Осыдан соң 9-шы жасақ капитаны Канамен Тоусын пайда болады да Урюді тұтқындайды. Ал сол сәтте Арихимен 11-ші жасақ адамдары құтқарып қалады да, сосын Арихимен сол жасаққа қосылады. Кейінірек Еруичи құтқарып үлгерген Ичигоны качать етпекші болады. Ол оны 3 күн ішінде банкайды қолдануға үйретпек болады. Негізі Занпактоның рухында шығаратын күш болады. Бастапқы күші Шикай болса, толығымен шығарылатын күш бұл банкай. Енді Еруичи Ичигоға Зангетсуды шығаруға көмектеседі. Алайда Ичиго енді оны өзіне бағындыруы қажет. Сол уақытта Ренджи түрмеден қашып кетіп, Еруичи мен Ичигоны кезіктіреді. Және ол олармен банкайды үйренуге Рукияны босату үшін қосылатынын айтады. Сосын банкайды үйренген Ренджи досын құтқаруға бір өзі ұмтылады. Ал Ичиго қалады. Себебі ол әлі де банкайды үйренген жоқ. Дәл сол уақытта Гатэй 13-те Айзеннің өлімінің алдында жазған хатынан шу көтеріле бастайды. Онда Айзен лейтенант Хинаморидің бұрынғы досы 10-шы жасақ капитаны Хицугая Тошироның қолынан өлуі мүмкін екенін айтады. Және де онда Рукияның өлім жазасы болатын кезде ол миллиондаған Занпактодан тұратын Сакеко қылышын ұрлап, рухтар қоғамын жояды деп айтады. Эмоцияға беріліп кеткен Хинамори өзінің досы капитанға шабуылдайды. Ал Хицугая мұны геннің ісі мәтінді өзгерткен де сол дейді. Сосын 10-шы жасақ лейтенанты Мацумото араласады да шайқас әзірше тоқтайды. Ертеңіне Рукияның өлім жазасы келеді. Сонда бізге Кенпачидің Ичигоны құрметтегендіктен оның жағына болысып кеткені белгілі болады. Әрі ол соңғы шайқаста өзін жеңілдім деп ойлап, тағы да шайқасқысы келеді. Оған қоса Кенпачи Генджи Урючатты босата отыра рухтар қоғамына қарсы шығады. Ол Тоусын мен Камамураның балдарымен шайқасады. Олар оны әрине халық жауы деп айыптайды. Ал сол уақытта Ренджи Рукияға бара жатқанда өзінің капитаны Кучики Бякояны кездестіреді. Бякоя Рукияның өлім жазасына ұшырауын қолдайды да Ренджиді ұйықтатып тастайды. Рукияны өлім жазасын алып кетеді. Сонда Ичиго пайда болады да оны тоқтатады. Ол Рукияны Ренджиге беріп, өзі Бякоямен шайқасады. Шайқас барысында Ичигоның зұлым рухқа ұқсайтын кейпі пайда болады. Және Ичиго алғашқы банкай мен Гетсуга Теншуды қолданады. Ал Бякоя болса жеңілгендіктен Рукияны жайына қалдырып өзі кете береді. Ал Еруичи бұрын оның қол астында жұмыс істеген 2-ші жасақ капитаны Сайфонды өзіне алады. Ал енді Сайфон одан да жылдам екенін айтады. Және оның рухтар қоғамынан кетіп қалғанын кешірмейтінін айтады. Десе де шайқас Еруичидің пайдасына аяқталады. Дәл сол кезде Хицугая мен Мацумото Рукияның өлім жазасын тоқтатуға сол жерге барады. Сөйтсе ондағы барлық адамдарды біреу өлтіріпті. Ол Айзен және Гин. Оған қоса Хинамориді де ауыр жаралайды. Хицугая оны көре сала банкайын шығарып шабуылдай кетеді. Алайда ол Айзеннің бір ударынан ұйықтап қалады. Десе де оны өлімнен Унахана деген капитан құтқарады. Сонда Айзеннің өзінің өліміне бәрі сену үшін Занпактоның күшінің көмегімен гипноз жасаған екен. Айзен рухтардың әміршісі болмақ болады. Сосын оларға Тоусын да қосылады да Рукия мен Ренджиді бір жерге әкеледі. Сонда Айзен Рукияны бірден жаралап, оның ішіндегі Урахара имплантация жасаған Хогио кутасын алады. Бұл заттың күш беру мен басқа да қабілеттері бар. Ал өз ісіне мәз Айзен Гин мен Тоусенмен бірге зұлым рухтардың әлемі Хуэко Мундоға аттанады. Сол сәттен бастап Айзен басты зұлым кейіпкер болады. Ал рухтар қоғамында осыдан кейін Шинигами Ичигоны және қалғандарын мойындайды. Укитаки Ичигоға Шинигамидің уақытша белгісін береді. Енді ол әлгі кәмпитті жеп жүрмейді. Бір аптадан соң олар өз әлеміне қайтады. Ал Рукия болса рухтар қоғамында қалады. Кейінірек соғыс басталады да Айзен Ичигоның қаласы Каракураны көздейді. Ичиго қалаға оралғанда Хироко деген Вайзардпен кездеседі. Вайзард бұл зұлым рухтың күші бар Шинигамилер. Хироко Шинджи бұрындары 5-ші жасақ капитаны болған. Алайда Айзен оған жала жапқан. Хироко Ичигоға Вайзард болуға ұсыныс тастайды. Бірақ ол келіспейді. Сол сәтте күші аз болып тұрған Урюға Менос Гранде шабуылдайды. Бірақ оны оның әкесі Рюкен Исида құтқарып қалады. Ал сосын олар күшін қайтару бойынша дайындықтарын бастайды. Ал Ичигоның өзінің денесіне ұлы қармақшы шабуылдайды. Бірақ оны да әкесі құтқарады. Сөйтсе оның әкесі өзінің Шинигамилік күшін қайтарған екен. Кейін сол Каракурада 4-ші Улькиора мен 10-ші Ями деген 2 аранкар пайда болады. Олар бұл Вайзардқа қарама қарсы. Аранкарлар бұл Шинигамилік күшке ие болған зұлым рухтар. Олар Айзеннің құрған Гатэй 13-ке қарама қарсы эспаданың мүшесі. Басында олар Арихиме мен Чатпен шайқасса, айқасқа Урахарада Еруичи де қосылады. Сосын Ичигоның өзі де келеді. Кішігірім шайқас болады. Аранкарлар кетіп қалады. Себебі олар Ичигоның күшін тексеруге келген еді. Сол оқиғаларға байланысты мектепке жаңа оқушылар келеді. Олардың ішінде капитан Хицугая және қалғандары Айзеннің кесірінен рухтар қоғамында болып жатқан төтенше жағдайдан болып осында келеді. Кейінірек Каракурада бұл жолы талпа аранкарларды бастаған Гримжоу пайда болады. Шинигамилер аранкарлармен шайқасса,
ал Ичиго өзіне Гримжоуды алады. Бірақ Гримжоу одан мықты болып шығады. Десе де Гримжоу бұнда бұйрықсыз кеткен үшін оны Тосен алып кетеді де оны қолынан айырады. Кейінірек Ичиго Вайзардтарға барады. Алайда оларға қосылу мақсатында емес. Ичиго өзінің ішкі зұлым рухын басқаруға үйренбек болады. Бірақ олардың шарты Ичиго Вайзардтарға қосылуы. Десе де Ичиго тағы да келіспейді. Сосын олар ерегісіп кетеді. Шайқас барысында Ичиго зұлым рухын қосады. Сосын Хироко оның зұлым рухының күші мықты екенін түсініп, оны бағындыруға үйретеді. Солай бір ай бойы Ичиго зұлым рухты басқаруды үйренеді. Ал Чад болса Ренжимен дайындалса, Ури өзінің әкесі Рюкенмен дайындалады. Ал кейін 8 қазанда Каракурада тағы да аранкарлар пайда болады. Хисугай Анденорамен шықса, Урахара Ямимен шайқасады. Ал Ичиго Гримжоумен қайта айқасып, байқұсты өлтіріп қоя жаздайды. Бірақ бұл жолы Улкиора оны тоқтатады. Сөйтсе олардың тапсырмасы Орихиме екен. Айзен оның емдеу қабілетіне қызығады. Орихимені алып кеткен Улкиора оның достары шайқаста өлуге шақ қалып тұр деп өтірік айтады да, олардың өмірін егер Орихиме өзі аранкарларға ғана көрінетін білезікті тақса және Хуэко Мундоға баратын болса ғана сақтап қалатынын айтады. Ал достарымен қоштасуға оған 12 сағат береді. Алданып қалған Орихиме мұны достарын құтқару үшін істейді. Ичигомен және Тацукимен қоштасқаннан кейін ол Хуэко Мундоға аттанады. Ал ертеңіне оны жоғалып кеткенін бәрі біледі. Ал шинигамилер бізді сатып кетіп, Айзенге кетті деп ойлайды. Сондықтан Ямамото барлық шинигамилерге оны құтқаруға ешкім бармағанын айтады. Алайда Ичиго оның сатып кетпегеніне сеніп, Чад пен Уримен бірігіп, Урахара арқылы Хуэко Мундоға барады. Келе салысымен олар аранкарларды кездестіреді. Алайда олар мейірімді аранкарлар Пеши, Нелил, Дондачака. Және сосын оларға Ренжи мен Рукия да қосылады. Барлығы бірге мейірімді аранкарлардың көлігі Бава мен Айзеннің тұратын жері Лас Ноческе аттанады. Дәл сол кезде Айзен Орихимені қарсы алып, Гримжоудың қолын емдеуін сұрайды. Оның қолы бірден жазылып кетеді. Ал сонда Ичиго мен қалғандары бөлінуге тура келеді. Және оларды бұрын Эспадада болған, немесе Эспададағы аранкарлар күтіп алады. Ури мен Пеши Чиручи деген аранкармен екіге бір шығып алып тастайды. Ал Ренжи мен Дондачака 8-ші Эспада Заэльпоромен шығады. Айқас барысында ол Ренжидің банкайын запечатать етіп жапсырып тастайды. Алайда онда Ури мен Пеши келіп 4-1 Заэльпороны оңай алады. Бірақ ол өз қабілетімен қайта қалпына келіп, киімін киіп келуге кетеді. Ренжи Ури қалғандарын іздеуге барады. Бірақ бұл Заэльпороның тұзағы еді. Ол олардың барлық әрекеттерін қайталайтын копияларын, клондарын жасайды. Бірақ оны түсінген Ренжи банкаймен ғимаратты бұзып жібереді. Десе де 8-ші Эспада бәрібір де мықты болып шығады. Кейін оған қарсы Пеши мен Дондачака қосылады. Олар бір күшті нәрсе істегендей болады, бірақ жеңіліп қалады. Ал Рукия сол сәтте Арониро деген 9-ші Эспада мүшесімен шайқасады. Арониро Рукияның бұрынғы ұстазы Генжидің ағасы лейтенант Кайеннің кейпіне кіреді. Алайда Рукия әлсіздік танытпай оған қарсы күреседі. Десе де ол жарақат алғандықтан өзі де өшіп қалады. Сол кезде Чад Гантенбайды жеңіп жатады. Әйтсе де ол жерде Эспададағы 5-ші мықты Нойтера пайда болып, Чадты оңай жеңеді де, Чад оның күшін мойындау үшін оны өлтірмейді. Ичиго мен Нел болса Дордониді аса қиыншылықпен жеңбейді. Сосын Улкиора пайда болады. Ичиго онымен шайқасқысы келмейді. Бірақ Орихимені алып кеткен сол екенін білгенде, зұлым рухын қосып оған шабуылдайды. Әйтсе де Улкиора оны өлтіреді. Тура айтқанда оны өлтіреді. Біраздан кейін Гримжоу Орихимені 1-2 аранкар қыздардан құтқарып, ол Ичиго мен еркекше теңде-тең шайқасу үшін оны қайта тірілткенін қалайды. Бірақ Улкиора тағы келеді де, Гримжоудан жеңілген қарсыласпен неге олай істеп жатқанын сұрайды. Ол Орихимені Айзеннің бұйрығы бойынша алып кететінін айтады. Бірақ Гримжоу келіспей оған шабуылдайды да, кезінде Айзен үйреткен прием жасап жібереді. Бұл Каха негасион. Оның көмегімен кез келген аранкарды басқа әлемге уақытша апаруға болады. Десе де Улкиора мықты болғандықтан, онда көп уақыт болмайды. Ал Гримжоу Орихимеге емдеуді жалғастыруын сұрайды. Бірақ ол келіспейді, себебі Ичиго зардап шеккенін қаламайды. Енді қылқындырып жатқанда, қайта тірілген Ичиго оны тоқтатады. Сосын Орихимеге оны толығымен емдеуін сұрайды. Және бұл 2-ші бөлімнің соңы. Алдыңғы видео 100 лайктан да көп жинап тастапсыңдар. Ендеше 150 лайк жинайық. Сонда 3-ші бөлім шығады. Видеоға лайк басып комментарий қалдыр. Сау!